Бетіңіздегі әжімдерден 10 минутта құтылғыңыз келсе, мына ерекше масканы менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін бізге лавр жапырағынан 10 данасы қажет болады. Лавр жапырағын осындай майдалағыштың көмегімен 10 данасын күлдей етіп майдалап аламыз. Мен бұл затты Қытай сайтынан қолжетімді бағада сатып алдым. Сіздер де сатып алсаңыздар болады, өте керек зат. Лавр жапырағы тері тесіктерін тарылтып, теріні тегістейтін қасиетке ие. Және де беттегі қара нүктелерді, қызыл бөртпелерді де кетіре алады. Міне біздің лавр жапырағымыз дайын. Енді оны бір кесеге бір шай қасығын қоссақ бізге жеткілікті болады. Енді оның үстіне жүгері крахмалынан бір шай қасығын қосамыз. Бұл жерде менің қосып жатқан әр қоспамның көмегі беттегі әжімдерді кетіруге өте жақсы әсер етеді. Енді оның үстіне кәдімгі дүкендегі қаймақтан 2 шай қасығын қоссақ жеткілікті. Енді осы 3 қоспамызды жақсылап тұрып, қаймақ тәріздес етіп араластырып аламыз. Міне менің маскам дайын. Енді осы масканы таза бетке қалыңдау етіп жап шығамыз. Достар, бұл маска өте ерекше маска. Себебі бұл масканың ішіндегі қоспалар әжімді жақсы кетіретін қасиетке ие. Бұл масканы құрғақ және майлы бетке де қолдана беруге болады. Және де ешқандай да зияны жоқ. Бетке ешқандай да аллергия бермейді. Масканың жасау курсы 1 ай әдеттегідей, және де 1 аптада 2-3 рет жасап қойсаңыздар жеткілікті. Егер де масканы күндіз жасаған болсаңыз, кешкі уақытта тағы бір қолдануға болады. Масканы бетімде 10 минут ұстап жуып тастадым жылы сумен. Енді міне қараңыз, маскадан кейін бетім өте жұмсақ болып қалды. Бетім кепкен соң терімнің тартылғанын бірден байқадым. Міне қараңыздар, шекемдегі сызықтар да жоқ болып кетті, және де көз айналасындағы да майда сызықтардың кетіп қалғанын байқадым. Егер де сіздерге осы маска ұнаған болса, масканы міндетті түрде жасап, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.